Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Елімізде 1 маусымда халықаралық балаларды қорғау күні мерекесі атап өтіледі. Бұл күні барлық ата-ана кішкентай балақайларға ерекше көңіл бөледі. Мерекеге орай елорда әкімдігінің бүлдіршіндерге арнап бірқатар іс-шара ұйымдастырып отыр. Бұл туралы қала әкімдігінің ресми сайтына сілтеме жасап отырып, Ел-Қаза ақпарат агенттігі хабарлады. Сағат 11:00-де өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларды қолдау орталығының «Әсем әуен әлемі» балалық шақ атты фестивал өтеді. Ал СОС Астана балалар ауылында өскелең ұрпаққа арнап ғажайыптар шеберханасы акциясы ұйымдастырылады. Ал сағат 12:00-ден бастап елордада балаларды қорғау күні мерекесін атап өту ерекше қарқын алады.